Келес ауылынан бір әйелдің ұлы өзге елге тұтқынға түсіп қалған еді. Әйел ұлын құтқару үшін Әбубәкір радиаллаху анху ұстазға келіп дұға сұрады. Әбубәкір ұстаз, демек ұлыңның құтқарылғанын қалайсың? Онда маған күріш пен бір тауық пісіріп әкел деді. Әйел күріш пен тауықты әдемілеп пісіріп алып келеді. Әбубәкір ұстаз қызыр хамур деп дауыстады. Қасына қызыл түсті ит келеді. Ұстаз тауықты иттің алдына лақтырып, же деді. Ит тауықты жеп қойды. Мұны көрген әйел мұқият дайындалған асын итке бергеніне көңілі түсіп ренжиді. Ит тауықты жеп болған соң Әбубәкір ұстаз таяғымен нұсқап, енді бар деді. Ит тауға қарай шапшаң жүгіріп кетті. Біраз уақыт өткен соң Әбубәкір ұстаз әйелге, енді үйіңе бара бер деді. Әйел үйіне келгенде ұлының есік алдында тұрғанын көреді. Қалай құтылғанын сұрағанда ұлы, өзге елде тұтқында болдым. Олар мені шошқа бағушы етті. Шошқаларды бағып жүргенімде қызыл түсті ит маған шабуыл жасады. Қорқып қаша бастадым. Құлап есімнен де танып қалдым. Есімді жиғанда өзімді келес маңнан таптым деді. Туыстар мен анасы қатты қуанады. Анасы ұстазға алғыс айту үшін бірнеше сыйлық алып жолға шығады. Алайда жолда шәкірттері оны қайтарып ұстаздың жанына кіргізбейді. Себебі Әбубәкір ұстаз бұл құпияның таралуын қаламаған еді.